Құрметті тыңдаушылар, бүгін біз Learning Chocolate атты сайтпен жұмыс жасауды қарастырып көрейік. Сайтты ашқан кезде мынандай түрлі тапсырмалар көрсетіліп тұр, топтастырылып. Recently added, жақында қосылған, use favorites, көп пайдаланылған сүйікті тапсырмалар, most viewed this month, көп қаралғандар, және төменгі жағында жарнама екен. Енді кез келген біреуін ашып қарап көрейік. Бірінші around the house. Екінші, үшінші сыныптар үйдің айналасына заттар туралы өтіп жатыр. Так, бірінші жаңа сөздікті балаға ұсынады, яғни қалай айтылу қажеттігін бала тыңдап қайталайды. House, bedroom, table, bed. Radio, yard, chair, kitchen, tree house. Яғни мына жерде дыбыстың суретін басқан кезде барлық сөздерді қайталап дыбыстайды. Бала өзі әбден үйренгенше бірнеше қайтара тыңдауына болады. Енді мына үш сызыққа келсек, бұл үш сызықты басқан кезде 5 тапсырма бізге көрінеді. Бірінші match up, сәйкестендіру. Төмендегі дыбыстың белгісін басып қараған кезде Yard, сөздер тыңдайды да, бала қай сөз соған апарып сәйкестендіреді. Бұл жерде тыңдап түсіну дағдысы қалыптасады балада. Yard ауланы айтты, оны апарып, біз yardқа апарып қоямыз. yard, Так. yard, Так, келесі тапсырмаға барайық. Бұл жерде де екінші сәйкестендіру. Бұл жерде сөзді суретпен сәйкестендіреді. Бала өзі тыңдамай қай сөз екендігін тауып сәйкестендіруі қажет. Бірінші bedroom'да апарайық. Осылай барлық сөздерді сәйкестендіріп болғаннан кейін өзін тексереді. Так, шығып кетіп жатыр приложениеден. Үшінші тапсырмаға кіріп қарайық. Бұл жерде де сәйкестендіру. Так, бұл жерде енді bedroom, тыңдап, сол жер қайтадан сөздерді bedroom, сәйкестендіреміз. Төртінші fill in, енді толтыру. Бұл жерде үйді, мысалға house теріп жазады бала. Сөзді қаншалықты жаттады, осыны тексеру үшін. Ал соңғы тапсырма dictation, тыңдап отырып жазады. chair, Осылайша, осы Learning Chocolate сайты арқылы балалар үйден де өздері тапсырмаларды қайталап, vocabularyмен жақсы жұмыс жасай алады. Тыңдағандарыңызға рахмет.